Баршаңызға сәлем, қымбатты әріптестер. Сіздермен бірге Жас бол подкасты және оның жүргізушілері мен Айдар және менің әріптесім Жұлдыз. Сәлем. Жас бол бұл біздің әріптестерімізге компанияның өмірі, жаңалықтары, қызметкерлер тарихы және ритейл трендтер туралы үлкен подкаст. Біз қонаққа әртүрлі мамандар мен қызметкерлерімізді шақырып, Magnum командасына қажетті тақырыптарды талқылаймыз. Және бұл біздің алғашқы шығарылым. Подкастты қайдан тыңдауға болады? Біріншіден, біздің Magnum Live сайтынан және Telegram ботынан. Немесе подкасттарға арналған Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс Музыка платформаларынан тыңдай аласыз. Өзіңізге ыңғайлы платформаны таңдаңыз. Бүгін бізде қонақта Алматыдағы нөмір 68-ші филиалдың директоры Бауыржан Малкенов және Алматыдағы нөмір 28-ші филиалдың директоры Ернат Молдасынов. Біз олармен Magnumдағы кәсіби және мансаптық даму тарихтары туралы әңгімелесеміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Жалпы біздің компаниямызда қызметкерлердің әртүрлі лауазымға келіп, бірақ уақыт өте келе мансап бойынша өсу туралы біз өте көп мысалдарды білеміз, әріптестер. Енді мен қазір Ернат сізден сұрағымыз келіп тұр. Ернат, жалпы компаниядағы мансап жолыңыз туралы кішкене айтып берсеңіз. Мен қазір Алматы қаласындағы номер 28-ші филиалдың директоры болып жұмыс атқарып жатырмын. Magnumге 2013 жылы келдім, жаңылмасам желтоқсан айында. Ең алғашқы лауазым грузчик собственный производствода грузчик болып жұмыс бастаған болатын. Содан бері неше түрлі этаптардан өтіп, осы директорлық жолға түстім. Керемет. Ернат, әңгімеңіз келіп отыр. Ал сіз Бауыржан, өз жолыңызды, мансабыңыз туралы айтып берсеңіз. Мен компанияға 2016 жылы біздің 10-шы филиал ашылған кезде сәуір айында келдім. Бұған дейін негізі басқарушы жұмыстарды атқарған, бірақ сол кездегі секция меңгерушісіне келіп, бірақ өзім жаңадан ашылған сфера болып табылғасын, өзіме линейный персонал дейді ғой, содан бастап жұмыс атқаруды ұйғардым. Содан аға сатушы дейді, старший продавец болған. Аға сатушы лауазымынан бастап жұмысым басталды. Бір жылдан кейін жаңа филиалдар ашыла бастады, экспресс, жаңа формат. Сол жақта неге өзімді көрмеске деп өзім ұсынысымды тастап собеседованиялардан өтіп, солай басталған жұмыс барысымыз негізі. Керемет. Сол кезде филиал басшысы болам деп ойлап едіңіздер? Басында компанияға келген кезде негізі өзім осы саланы таңдаған кезде сол мақсатпен негізі келген болатынмын. Өсем деп, өсу үшін компанияны ең астынан бастау керек екенін біліп, сол кезде сол аға сатушыны таңдап бір жыл үйреніп, ненің қалай екен, SKU, face, выкладка деген мерчендайзингті түсініп бастаған кездеріміз сол уақыттар болады. Ернат, сізші, кезінде сол директор болам деген ойыңыз болып па еді? Шынымды айтсам, мен келген кезде осы компанияға директор болу менің ойымда болмады да. Мен негізі осы осы компанияға келген кезде мен уақытша жұмыс істеп кетемін деп келген болатын негізі, өзімнің мамандығым бойынша. Бірақ жұмыс істей келе осы коллективный жұмыстардың бәрін көріп, арғай жұмысым алдыға басып, негізі көп коллективный жұмыстар жақсы болды бізде. Сонымен уақыт өтіп кетті, осылай уже қаншама этаптардан өтіп, осы лауазымға жеттім. Осы лауазымға жеткенде алғашқы эмоцияларыңыз, ойларыңыз қандай болды? Енді әрине есімде алғаш келген жылдары менде өзімде сенімділік болған жоқ. Менде почему-то бір уақытша ғана келдім деп ойладым, 1-2 айға келдім деп ойладым. Сол кезде менің бір наставнигім болды, Ирина Георгиевна деген, қазіргі жаңылмасам Өскемендегі филиалдардың территориальный директоры. Сол кісімен жұмыс істедім сол кезде. Сол кісінің тоже ақыл кеңестері болды. Сол кісінің өзінің қалауымен мені дәрежемді көтеріп жұмыста. Сонымен өзі қалып қалдым ғой филиалда. Сол филиалдан содан кейін уже заведующий секция болып мен 16-шы филиалға бардым. Біраз филиалдарда істедім негізі мен. Ол филиалда бір жыл істедім, одан кейін 38-ші филиалға барып жұмыс істедім. 38-ден 28-ге келіп, осы 28-ге тұрақтадым. Осы жерде енді директор болып жұмыс істеп жатырмын. Бауыржан, Ернат, Magnumда мансап жолын құрғылары келетін жаңадан келген қызметкерлерге қандай кеңес берер едіңіздер? Ең басты кеңес ол жауапкершілік, өзіне артылған жауапкершілікті бар ынтасымен орындау. Адамда жауапкершілік болса, ол барлық жұмысты, яғни тиянақты атқара алады деп сенемін. Қалай бізде линейный персоналда
көбі уақытша келеді негізі. Көп Ернаттың мысалы айтпақшы, бәрі басында уақытша деп келеді, түсінеді компанияда карьерный рост, мансаптың бар екенін, карьерный, яғни адам еңбектенсе соған жететін. Оған мысал ретінде міне Ернат отыр, көптеген тағы да басқа балаларды білем, өзімді де мысал ретінде айтам. Біз де бастағанбыз, жайлап үйреніп жұмысты атқарып, жаңа әрқашан развитие, өз-өзін дамытумен болса адам алға қойған мақсаттарына жетеді деп сенемін. Мен толықтай қосыламын Бауыржан әріптесіме, дұрыс айтады. Ең бірінші бұл жұмысқа келгеннен кейін жауапкершілік, одан кейін тұрақтылық. Көбі қазір келіп кетіп жатыр, көбі сол жауапкершілігі жоқтықтан көбі келетін бізге жастар қазір. Бір арасында бар, оларға біз де көмектесеміз, осы біз де айтып отырамыз. Тұрақты болыңдар. Адам тұрақты болып бір жерде жұмыс жасаса, оның болашағы болады. Ал тұрақсыз адам ол әр жерде ол ауысып жүреді, сол уақытта қалай өткенін де білмей қалады. Сол үшін осылай біз жаңадан келген балаларға мотивация беруге тырысамыз қолымыздан келгенше. Айтамыз, тұрақты болыңдар, шыдаңдар, істеңдер. Магнумда біздің компанияда бәрі қарастырылған негізі. Обучениесі де бар, онлайн да бар, офлайн барса да мысалы келсе бәрін оқытып үйретеді. Істей білсе жаңағы карьерлық жол негізі жеңіл. Адам істеймін деген адамды Магнум ешқашан ол алдынан шалмайды, наоборот көмектеседі. Үлкен рахмет жауаптарыңызға. Міне қазір Бауыржан да айтты, Ернат та айтып отыр, ең басты жауапкершілік деп. Енді осыған орай жаңа сөзіңіздің арасында айтып кеттіңіз, ынталандыру, мотивация жөнінде. Мен осыған бір сұрақ қазір ойыма келіп отыр. Жалпы сіздердің ойыңызша Магнумда көшбасшылық қасиет қалай, керек па, қажет емес па? Әрине көшбасшылыққа керек, яғни сен тек қана басшы емессің, ол жерде сен көшбасшы болуға тиіссің деп айта аламын. Өйткені бәрі көшбасшы қалай жүреді, соған байланысты сол филиалдың жұмысы жүреді. Яғни сен басшымын деп бәрін қамшылап отырсаң, артынан әрқайсының жұмысқа деген ынтасы да таяды. Яғни сен ананы шұқы, мынаны шұқылап тиісіп, сен мынаны дұрыс істемедің деп айта берген сайын, ол значит менің қолымнан келмейді деп жұмыстан кетіп қалуы мүмкін. Көшбасшы ретінде сен оны алдында жүріп көрсетіп, мынаны былай істейді, мынаны былай істейді, мынау былай тұру керек деп айтып жүрсең, ол уже біле бастайды. Яғни бірінші ол қарым-қатынас сені басшы ретінде, көшбасшы ретінде қабылдаған кезде ол сенің не айтсаң да соны бұлжытпай істейтін адам пайда болады. Яғни басында көрсетесің, өзің қолыңмен барып істегеннен кейін, міне мен істей алам, неге сен осыны тура осылай істей алмайсың деген сұрақтар болған кезде адам уже біле бастайды, мен де қолымнан келеді, мен де осындай болған, мен де осылай товар қойғанмын, браконтын тазалағанмын да, жуғанмын да, сыпырғанмын да. Маған мысалы олай жұмыс істеу әлі де не емес. Керек болса сыпыра салам, керек болса товар шаңында сүрте саламыз. Бізде қазір форматтар әртүрлі бар. Кейбір форматтарда мысалы бөлінбейді, мен басшымын, сен мен қол астымда жоқ, бәрі бірге бір команда ретінде жұмыс жасайды. Соның арқасында яғни продуктивность командада көбейеді. Тиімділіктің негізгі жүргізуші күшінің бірі сіздің ойыңызша ол жеке үлгі. Жаңа айтасыз, өзім жеке үлгі көрсетемін, содан кейін беделім өседі, содан кейін бар арай командамен бірге жұмыс істеймін. Керемет. Бауыржан, жауабыңызға рахмет. Енді Ернат, сізге тағы қосымша осы көшбасшылық туралы сұрақ қойғым келіп отыр. Айта қойыңызшы, жалпы командаңызды, қызметкерлеріңізді қалай ынталандырасыз, қалай оларға мотивация бересіз? Сұрағыңыз орынды. Әрине бірінші көшбасшы болу үшін ол адам өзі опытный болу керек, бәрін білу керек. Жаңағы приемка болсын, жаңағы СП болсын, зал, жаңағы ценник шығару болсын, кассасын. Оны сен білмей, сен ештеңке үйрете алмайсың. Ал сенің қызметкерлерің сені тыңдау үшін сен өзің бірінші былай айтқанда лидер болуың керек. Әрине жаңа мен өзім қызметкерлеріме жекелей болсын или жаңа общий собрание болсын жиналған кезде бәрін айтып отырамын. Өзіміздің өткен жолдарымызды айтамыз қалай. Жаңа Бауыржан әріптесім дұрыс айтады. Не істемедік, біз бәрін істедік Магнумда. Біз ештеңеден ұялған жоқпыз. Біз де көтердік ауыр затты. Жаңағы болмаса жаңа сыпыра салдық дегенде дұрыс айтады. Ол біз ондай ештеңеден бір ұялу ондай болған жоқ. Біз соны балаларға түсіндіреміз, ұялмаңдар, істеңдер барлық жұмыстарды, иә. Ал осыны түсінген біздің жаңағы жұмыстағы менің қызметкерлерім қалып жұмыс істеп жатыр. Олар да сол нәрсені бұлжытпай орындауға. Өйткені біз оларға пример боламыз. Пример болғаннан кейін, олар жалпы айтқанда өзің пример болуың керек қой сол адамдарға, иә. Сол кезде сені көрген адам, сен мықты опытың болса, жұмыста бәр нәрсені нақты сенімді шешім қабылдай алсаң, соны көрген адам өзі ынталанып ары қарай жұмыс істей береді.
Иә, керемет. Енді сіздердің айтқандарыңыздан түйген ойым менің бірінші жауапкершілік, ынта және жеке мысал көрсетсек, біз өте мықты көшбасшы болады екенбіз. Иә, өте керемет. Ал енді әріптестер, біз сіздердің дүкендеріңіз туралы көбірек білгіміз келеді. Өз жаңалықтарыңызбен және таяу уақыттағы жоспарларыңызбен бөлісеңіздер. Рахмет сұрағыңызға. Менің істеп жатқан филиалым Алматы қаласындағы 28-ші филиал. Біздің жаңалық көп, жаңағы достижение дейді ғой. Ол да бізде бар. Мысалы, енді ең басты нәрсе біздің компанияда ол жаңағы жоспар, план, выручка деп атамыз ғой. Сол міне биыл алла қаласа уже 2022 жылы қалай басталды. Опытный жаңағы қызметкерлер келіп жатыр, үйретіп жатыр, жаңағы продажа дейміз енді. Главный ең басты цель сол. Өсіп жатыр. Осы біздің достижениеміз деп айтуға болады. Және де жұмысымызда кішкене қайырымдылық болсын дегенде инвалид адамдар жұмысқа алдық, жаңағы құлақ естімейтін, сөйлей алмайтын адамдар менде жұмыс істеп жатыр, 6 бала осы залда. Олардың еңбегін айта кету керек. И бір жағына өзімізге де как бір жақсы көрінеді, өйткені жаңағыдай кем адамдарға көмектескендей болып жұмыс істетіп жатыр. Енді жоспарларға келетін болсақ, уже мен осы айдан бастап жаңа филиал ашайын деп жатырмын. 76-шы филиал Алматы қаласы бойынша супер форматта. Сол мен жаңалығым енді ашылғанда келесіздер, көресіздер. Рахмет Ернат үлкен. Бауыржан, енді сіз өз жаңалықтарыңызбен бөліссеңіз, жетістіктеріңіз қандай? Филиал жетістіктері дегенде, филиал жаңадан ашылған. Осы қараша айында мен 4-ші филиалдан директор орынбасарынан жаңадан ашылайын деп жатқан 68-ші филиалдың директоріне ауыстырды. Яғни басынан бастап стройка кезінен, құрылыс жүріп жатқан кезден бастап сол жақта болдық. Көптеген қызықтар болды. Ашылып жатқан кезде интернет болмады. Соңғы ашылатын күні таңертең ғана интернет келді. Оған дейін Wi-Fi модеммен, бір компьютермен бір филиалды аштық десек те болады. Оған көптеген адамдар куә. Соны айтып бере алады. Бізде техникалық ақауларға байланысты көптеген ыңғайсыздықтар туды, бірақ біз Магнумда бір командамыз. Жан-жақтан филиалдан әріптестер келіп көмектесіп, бастықтарымыздың бәрі сол филиалда болып, бірге жиналып, ұйықтамай сонда 2 күн бойы ашылу керек, біз уақытын жылжытпаймыз деп бәрі күні түні жұмыс істетіп, солай ашылған филиалымыз. Негізі супер формат болғанмен, ерекшелігі бәріміз айтамыз, мини-кэш дейміз, өйткені отдельно тұрған здание болып табылады. Бұрындай деген поселокта орналасқан. Жаңадан ішінде өзінің 12 субарендаға берілетін арендный помещениялары бар. Солардың бәрін біз сдавать етеміз, яғни мен договорларды қол қоямын, етем. Сондай кездерде айтатынымыз сол мини-кэш дейміз, өйткені бөлекпіз, 2 ходымыз бар, кіреберіс, субаренда бар. Бізде адамдар үйреніп жатыр. Жақында осы алдыңғы айда аптека ашылды. Содан бастап адам саны, количество покупателей дейді, өсіп жатыр. Алда перспективасы өте жоғары филиал, өйткені сол маңайда жақын орналасқан ешқандай біз сияқты сервис көрсететін сауда үйлері жоқ. Сол өте болашағы бар. Жаңадан супер форматтың ерекше отдельно тұрған зданиямен ашылған филиалы. Керемет, форматы супер болса да, жұмысы кэштан кем емес, кэштан кем емес. Ал менің естуімше, Магнумның әр дүкенінде қалыптасқан өз дәстүрлер бар екен. Бұл рас па? Рас, невписанные правила дейді ғой, негізі көп unwritten rules дейді. Яғни ол ешқайда регламентта, стандартта жоқ, бірақ бәрі соны ұстанады. Жұмыс ол біздің, былай айтқанда, 2-ші үйіміз. Біз ол жұмыста жарты күнін ұйықтасақ, 8 сағатын, 24 сағатын қалған уақытын үймен, бала-шағамен 8 сағат как минимум жұмыстамыз. Одан көп болмаса, кейбір адамдар айтып тұрмын ғой, таңның атысы, кештің батысы жұмыста өткізеді. Жұмыс оның 2-ші үйі, 2-ші семьясы, көбі солай қабылдайды. Мен білетін көптеген адамдар жұмысын 2-ші
жанұясы деп қабылдайды. Мен де өзім айтам, ол жұмыс, ол мен екінші бала шағам, ол жақта да менің бала шағам бар, оларға көрсету керек, түсіндіру керек, айту керек, сондай моменттар көп болады. Үйде де білет, мен сондай қандай трудоголикті қазақшасы қалай болады? Еңбекқор. Енді еңбекқор, иә, сондай жұмысқа деген менде көз қарасым сондай да, сен егер жұмысқа жай барақат қарап, жаңа үйге не деп нетсең, сен жұмысында ол пробел бола бастайды. Сен бүгін прокрастинация деген бар термин, яғни бүгін істейтін, ертең істей салам, кетпеймін ғой жұмысым, солай деп жүре берсең, ол уже со временем үлкен глобальный қиындықтарға алып келіп соғады. Яғни уақытында, сол уақытта шешілетін жұмыстарды сол уақытта уақытымен істеген дұрыс. Өйткені де адамдарда соны келесі күнге қалдыру арқылы көптеген дедлайндар орындалмай сөгіс естіп жатқан жағдайларда көп. Жұмыстан бөлек әртүрлі мейрамдарды, туған күндерді мерекелейсіздер ме? Ұжымдарыңызбен бірге? Әрине бізде болады. Жаңағы әріптесім Бауыржан дұрыс айтады. Біздің магум екінші үйіміз деген ол рас. Өйткені біздің негізгі бір күніміздің жалпы айтсақ көп уақыты магумде кетеді. Таңертең барып кешке қалып қалатын кездеріміз де болады. Енді жаңағы Бауыржан әріптесім айтпақшы, әр отделдің өзінің жаңағы план дейді ғой, енді пландары болады. Жаңағы таңертең жұмысқа келген кезде сол пландарды бәрін айтамыз. Сенде бүгін мынандай план, сенде мынандай план. Соған жаңағы біздің продавецтеріміз болсын, жаңағы собственный производстводағы қызметкерлер болсын, сол үшін оларға да қызық жұмыс істеледі. Талқылаймыз сол жағдайды. Және де, әрине, бос уақытымызда бізде мысалы футбол ойнаймыз, жиналамыз, жаңағы бізде көп енді жас балалар, студенттер жұмыс істейді. Олардың көп қызықтары бар. Мысалы енді жаңағы бос кезінде қалай дейді, мейрам кездерінде жаңа мейрамханаға болсын барамыз. Ол жерде біраз қызықтарымыз болады өзіміздің. Жалпы көп қызықтар, тауға шықсақ, походқа шықсақ та бәріміз бірге жүреміз. Жаңа футбол ойнасын, жаңа PlayStation дейді балалар, жастар ғой қазір. Оның бәріне біз көз жұмбаймыз, әрине қолдаймыз, бірге баруға тырысамыз. Біз бірге барсақ, жаңағы оларға да қызық болады. Керемет. Енді сіздердің жауаптарыңызға қарасақ, енді сіздерде екі үлкен керемет зат бар екен. Біріншісі жеке үлгі көрсететін мықты көшбасшы және ауызбіршілігі мол команда. Және әр команданың басқа магазиндердегідей өзінің бір дәстүрлері бар екен. Бұл өте жақсы. Енді менде соңғы сұрақ туындап тұр. Осы Ернат, Бауыржан, әріптестерім, қазір магнумда жұмысын енді бастап жатқан, алғашқы қадамдарын жасап жатқан біздің жас, енді өздеріңіз айтқандай жауапкершілігі мол, ынтасы бар қызметкерлерге қандай бір сөз айтар едіңіздер? Енді жаңадан келіп жатқан қызметке жұмыскерлер көп бізде қазір, компания көп қой. Енді мен айтатыным енді тұрақты болсын. Жалпы пример келтірсем, мысалы адам болады, бір жерге барады, жаңағы ақшасы аз дейді, бір жерге барады, условиясы қиын екен дейді. Негізі өмірде оңай жұмыс жоқ негізі, жалпы айтқанда. Бір адамдар болады, люпен дейміз, уақыт санап келіп, мәшен бір вид көрсетіп кететін адамдар да болады ондайлар. Ондай болмаңдар дейміз. Қандай жұмыс істесең де бір результаты болу керек. Сол үшін айтатын, тұрақты болу керек. Тұрақсыз әр жерде жұмыс істеп жүрген адам, мысалы пример, сол кезде мен жаңағы магумге келіп, грузчик болып жұмыс істеп бастадым деген кезде, сол кезде мен жүрген балалар, енді достарым дейді ғой, солар болды, таныстарым, ой, грузчик болып жұмыс істегенше басқа жұмыс іздейік деп жүрген балалар, енді қазір қанша 10 жылдай өтті. Қазір қарап отырсам, сол балалар әлі жұмыс іздеп жүр. Сол қалпында ешқандай өзгеріс жоқ. Ал мен сол жерде бір тұрақты болып істедім, келдім, көрдім, жаңағы неше түрлі әріптестер, жаңағы коллегалар болды, соларға қарап үйрендім, мысалы қарадым. Сонда мен ең басты түсінгенім тұрақтылық екен. Тұрақсыз адам ол әр жерде сол секіріп жүре береді, уақыттың қалай өткенін білмей қалады. Сол үшін айтатын, тұрақты болыңдар. Қиындық болады, болмайды емес. Любой жұмыс қиын болады. Жұмыс істеу керек, результат көрсету керек. Если сол нәрсеге жетіп алса, бір определенный уақыт ол да қиындықтар, ары қарай адамның өзі жол ашылады, үйренеді. Ал ең басты сол тұрақтылық, адалдық болса, дұрыс айтасыз. жұмыс жүреді. Керемет. Рахмет, Ернат. Бауыржан, сіз қалай айтар едіңіз? Жаңадан келіп жатқан қызметшілерге айтарым, ең біріншісі бағанадан айтпақшы, жауапкершілік, яғни қойылған жоспарды, қойылған задачаларды жауапкершілікпен уақытында орындап жатқан қызметшіні
басшылық біріншіден байқайды. Өзіне де залда жүрген кезде өзіміз уже қалай үйреніп қалғанбыз, продавецтарды оқи аламыз. Солай айтсам болады, Ернат келісетін шығар. Қандай продавец қалай жүрген, кім уақыт үшін жүр, уақыт келтіру үшін временно дейді ғой, уақытша жүр, кім действительно өсем деп келген балаларды шетінен байқап жүреміз. Сол кішкене надежда, мотивациясы бар ау, осы бала жұмыс істейді ау деген балаларды өзіміз уже вербовка дейді ғой, бастаймыз. Магнумда карьералық рост бар. Міне мысал мен, Ернат, тағы да басқа көптеген балалар қазіргі жұмыс істеп жатқан адым составта бәрі кезінде сол грузчиктан, приемкадан, продавецтан бастаған балалар. Соларға көрсеткішті, осылардың бәрі кезінде сен сияқты бастаған деп түсіндіреміз. Олар соны түсінген адам бірінші жауапкершілікпен қойылған задачаларды уақытында орындайды. Ол басшылықтың көзіне түседі. Басшылықтың көзіне түскен адам, әрқашан айтамыз, бір ауыз филиалдан мынандай перспективный сотрудник бар десе, бізде отдел кадр мықты, ол жағынан анкетасын жібер дейді да, анкетасын жібереміз. Кейін қазіргі бізде кадровый резерв дейді, бұрынғыдай емес, қазір әр филиалда инфодоскаларында, столовыйларда, входной группаларда барлық жерде кім қалай өсе алады бәрі жазылып тұр. Бұрын кімге обращаться ету керек, қалай нету керек. Оқимын деген адамға айтып тұрмын ғой, Magnum Space қазір кірсе, полностью сен должностной неден тұрады, не істей білу керексің, қандай критерийға должен соответствовать, соған байланысты уже барлық информация бар. Только кішкене желаниясы болса, талпынысы болса, мақсаты болса, кез келген біздегі қызметші мансаптық өсу жол ашық. Керемет. Бұл сөздермен толықтай келісемін. Бізде Жұлдыз екеуміз де білеміз, біздің офистің өзінде қызметкерлердің жартысынан көбі осы қарапайым филиалда қарапайым қызметкерден бастаған, бірақ қазір керемет қызметте отыр. Сондықтан есік ашық, тек ынта болса, жауапкершілік болса және мақсат болса, сіздермен келісемін. Өз қолында ғой, негізі әрбір адам өз қолында. Қымбатты әріптестер, енді бүгін осы сіздермен жарты сағат бойы отырып сөйлесіп, керемет тақырып талқылап, Магнумдағы мансаптық жол туралы, Магнумдағы болашақ туралы, жалпы біздің филиалдардағы әртүрлі жаңалықтар туралы әңгімелеріңіз үшін үлкен рахмет. Бүгін мен ойымша өте керемет қызықты әңгіме болды. Сіздердің ойларыңызды тыңдағаныма мен өзім жеке басым өте қуанышты отырмын, және біздің тыңдармандар да өте үлкен ақпарат алады деп ойдамын. Сау болыңыздар. Рахмет сіздерге де. Сау болыңыздар. Күндеріңіз жақсы өтсін. Сау бол, жас бол. Сау бол, жас бол.